Менің диплом қорғаудағы қателіктерім. Жалпы диплом жайлы бүгін сөйлесетін боламыз. Менің атым Асимай және менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы тақырыпты қозғайтын боламын. Мен өзім 2024 жылғы түлекпін. Университетті бітірген. Нақтылай айтсам, университетім Шоқан Уәлиханов университеті және ағылшын Қытай мамандығында оқып бітірдім. Және осыған қатысты әрине дипломдық жұмысты қорғадым қазақ тілінде, және менің бірнеше кеңестерім сіздерге бар. Және менің жіберген қателіктерім де бар. Мүмкін бұл видеоны менің университетімдегі мұғалімдер көретін шығар, жарайды, бірақ мен өзімнің университетімді немесе ол маған берген еңбекті және білімді ешқашан жоққа шығара алмаймын, және осыны мен алдын ала ескертемін. Жалпы менің тақырыбым қорғағандағы ChatGPT мен қалай, яғни былайша айтқанда жасанды интеллект және деректерді талдау деп аталады. Яғни бұл өте жаңа тақырып болды мен үшін, және дипломды мен өте тез жазып шықтым. Неге? Өйткені мен өзімнің тақырыбымды өте жақсы білемін және сол салада мен жұмыс істеймін. Және мақтанып та айтып кетсем болады, мен қазір ChatGPT-мен өте жақсы жұмыс жасаймын, және менің ChatGPT-ім как премиум сияқты жұмыс жасайды. Яғни оған ақша төлемесем де оны мен жақсы генерация жасай аламын идеяларды, және ол маған всегда дұрыс ответін береді. Бірақ мен дипломымды ChatGPT арқылы жазған жоқпын, соны қазірден бастап айтайын. Жалпы мен ең әуелі соған қатысты бүкіл мағлұматтарды таптым. Яғни мен жазатын бағыттағы, яғни мұғалімдік, яғни ағылшын тілінен беру үшін мен қандай мәліметтерді білуім керек, немесе шетелде қандай практикумдар қолданылды. Сол бойынша мен ағылшын, француз бүкіл тілдерде сол материалдарды қарап шықтым, және маған ең қатты ұнағаны Индонезиянікі болды. Және көп елдерді қарап шығу арқылы мен шыны керек өзімнің ғылымға деген үлесімді қостым десем де болады. Сонымен бізде білесіздер, диплом қорғағанда ол басында қорғау болады, яғни сізді мұғалім тексеріп алады деген сияқты. Менің жетекшім болды, және жетекшім маған ағылшын тілінде емес, қазақ тілінде қорғашы деп айтты. Жайлагүл Ойралбекқызы, қателеспесем. Окей, мен жөндейтін болам. Жайлагүл. Так, ұмыттым, шыны керек. Кешірім сұраймын. Ұмытып тұрсам, мүмкін кейбіреулеріңіз танитын шығарсыздар. Ол кісі өте өнерімізге көп еңбек сіңген кісі, және мен ол кісінің жетекшілігінде болдым. Ол кісі маған айтты, яғни сен жақсысы қазақ тілінде қорға, өйткені қазақ тілінде жасанды интеллект туралы ешқандай мағлұмат, ақпарат айтылмаған, ал сен соны қазақ тілінде қорғайсың, және бұл қазақша болады деген сияқты. Ешкім бұны почти жазып үлгерген жоқ деген сияқты. Окей дедім де, мен қолыма жұмысымды алдым, бірақ қатты асыққан жоқпын. Дегенмен мен сол ақпараттарды таптым. Жарайды, шыны керек, менің жұмысымда негізі комиссия қабылдағанда, яғни басында, яғни комиссиядан алдын, факультеттегі, мысалы, қалай айтсам болады, факультетке қарайтын декан, кажется, вот сол кісілер қарады. Шыны керек, менің жұмысымда ешқандай ағаттық таппады. Маған сұрақ қойды, бұл жұмысты шынымен сіз жаздыңыз ба? Сіз осындай шынымен де өткіздіңіз бе деп. Мен иә деп жауап бердім, конечно. Және де өзімнің жасап шығарғаныммен шыны керек айттым, бұны ешкім әлі жасаған жоқ деген сияқты. Менің жұмыстарым барлығының көңілінен шықты оға дейін. Кейін комиссия кезінде, яғни нағыз диплом қорғағанда менде трэш оқиға болды. Шыны керек, көбісі айтады ғой, жарқылдап тұрып сөйле, керемет етіп сөйле деген сияқты. Достар, шыны керек, сіздер үйтіп жарқылдап сөйлемей ақ қойыңыздар, әйтпесе өзіңіздің көңіл күйіңізді, ізденімпаздығыңызды құртып аласыз, немесе өзіңізді тым сөндіріп алуыңыз мүмкін. Бірақ мен ол ситуациядан өзім кейін
психологиялық тұрғыда ұғынып шықтым, және мен не жасағанымды сіздерге айтып берейін. Мен өзіме өте сенімдімін. Неге? Мен 100% өз дипломды өзім жаздым. Мысалы, менің кейбір группаластарым, кейбір кісілер, олар енді ақшаға жаздырды. Бірақ мен ол кісілерді былайша айтқанда ұстап беріп немесе айтып жатқан жоқпын. Бірақ ол нәрсе бар. Оны бар нәрсе екенін барлық мұғалімдер біледі. Оны жасырудың қажеті жоқ деп білемін. Бірақ әркімнің өзінің уақытына сай, біліміне сай енді ол тірлікті істейді. Мен ешкімді бұл шетте judgment жасамаймын. Әркім қалай істесе де әйтеуір тапсырды, өз дипломдарын алды. Несправедливо деп тоже айта аламын бір жағынан. Және ол қалай болғанын айтып берейін. Мен өзімнің тақырыбымды өте жақсы білемін. Бұл тақырыпты негізі ешкім алмады. Мені группаға қосты диплом қорғайтын студент ретінде, тілек ретінде. Ол группада барлығы керемет тақырыптар алып алған. Геймификация, приложение, apps туралы, апстер арқылы ағылшын тілін үйрену деген сияқты. Бірақ маған каким-то образом ChatGPT туралы түсіп қалды. Ол туралы ешкім жазғысы келмеді. Бірақ мен қуана сол тақырыпты алдым. Маған бұл тақырып өте ұнайды, және мен оны жақсы қолдана аламын. Және сол диплом қорғағанда мен жарқ етіп сөйледім. Мен сіздерге жаңа айттым, жарқылдап сөйлемей қойыңыздар деп. Неге? Өйткені кейбір шыны керек результатын айтқан кезде, яғни сімірейіп, былайша айтқанда просто так тұрған студенттерді шынымды айтайын 95 одан жоғары бағаға бағалады. Мен шок болдым, шыны керек. Ол кезде мен үшін өте қатты ауыр болды. Неге? Өйткені мен өз жұмысымды айтып, өз нәрсемді қорғап, сондай педагогикалық әдіске деген өзімнің жаңа қырымды қосқан кезде, әшейін өздерінің ойын айта алмай тұрған студенттің жұмысын 95-ке бағалағанына мен өте қатты жаным қынжылды. Мен шыны керек ешкімде жоқ нәрсені алып келдім. Бірақ ол бағаланған жоқ, достар. Бүгін білмеймін тіпті неге біздің сондай нәрсе болып қалды деген сияқты. Мүмкін мен ол кісілерге мақтанып жатқан сияқты көрініп қалған шығармын, бірақ негізі педагогикалық этикетке сәйкес, егер де сенің шәкіртің сенен мықты болып тұрған жағдайда, сен онымен жарысу емес, керісінше білімнің алға жылжып жатқанына сен қуануың керексің. Жалпы сен мұғалімсің бе? Может, мына видеоны сол менің универімдегі мұғалімдер көретін шығар. Мүмкін мені тіпті танитын да шығар, естерінде де бар шығар, бірақ менің айтқым келетіні, шыны керек, сіздер ұстаздар, егер де өздеріңізден мықты келіп біліп тұрған студентті талап етіп тұрған адамды көрсеңіз, сіз онымен бірге қайтсам болады, яғни қарамаға қайшы емессіздер, керісінше сіз көштің басында тұрған адамсыз, және сіз сол адамдарға жол көрсетушісіз. Сондай позицияда болған дұрыс деп ойлаймын. Сол кезде маған мынандай сұрақ қойылды, яғни мен қорғап жатқан кезде бір сұрақты маған қойып, шыны керек өте банальный сұрақ болды, мен оны айтып кеттім. Кейін мен былай айттым: құрметті, яғни комиссия мүшелері, мен бұл сұрақты қайталап өткен болатынмын, бірақ сіздер дұрыс түсінбей қалған сияқтысыздар деп осыны айтып бердім. Олар шыны керек просто так комиссия болып сол күні бүкілінің тақырыбын оқи салған сияқтыды, және деректерді талдау деген нәрсені бір қайтсам болады, бір компьютерлік бір нәрсе деп ойлады, бірақ ол мүлде ондай емес. Ағылшын тіліндегі бүкіл ақпараттарды қарасаң, ода бір ғана мағына тұр, бірақ біздікілер басқаша түсінеді деген сияқты. Мен сол кезде маған айтты: мына әдісті басқа жерден алып жатқан жоқсың ба? Кейін мен айттым: бұл әдісті егер де басқа бір кісілер тауып жататын болса, оны олар бірден журналға шығаратын еді, және оны бүкіл әлем білетін еді. Ал мен бұл нәрсені жаңадан ешкімде жоқ нәрсені алып келіп отырмын. Бұл нәрсе туралы ешкім ештеңе айтпаған. Бұл нәрсенің өзі жаңадан шығып жатқан нәрсе, және мен оны қазақ тілінде, өз ана тілімде қорғап жатырмын, және сол ана тілінде сол әдісті шығарып жатырмын.
вот осындай ішімдегі осы нәрселерді айтып бердім. Сол бір комиссия мүшесі мені жек көріп қалды сол жерде, бірақ білесіздер ме, менің ағылшын тілі сол кафедрамның басшысы бар. Ол кісінің атын айтсам білмеймін қандай болады. Ол кісіге басымды иемін, шыны керек. Менің жұмысымды әу бастан ақ көрген сәтінде дұрыс направление бере алды. Мен өте ол кісіге қуаныштымын, Динара Сәрсенбаевна. Шыны керек, өте авторитетті тұлға біздің универдегі, және көп нәрселерді шешуші, рөл атқарушы тұлға. Сол кезде ол кісі кәдімгідей жымиды менің жауабыма, өйткені мен әдемі дұрыс орнына қойып жауап беріп тастадым. Кім маған сұрақ қойды, мен сразу жауап тастап отырмын. Яғни ол деген мұғалімге деген атылу емес, керісінше мен 15 минутта сол мен айту керек заттардың барлығын айтып үлгеріп, келесі менен кейінгілерге дұрыс уақыт қалсыншы, соларды дұрыс тыңдасыншы деген жылдамдықпен айтып шыққан түрім болды. Кейін шыны керек, мен отырып, басқа студенттер де тыңдады ғой, мен группаластарым маған сонда айтты: Әсемай, жарайсың, сен прям барлығының аузын жауып тастадың, прям күшті ответ бердің, сенің ответтерің өте орынды болды. Барлығы маған кәдімгідей восхищались деп айтқым келеді. Сондай болды. Мен өзімді күшті сезіндім. Неге? Өйткені мен өзім қанша бір жыл бойы ойымда, санамда жүріп үлкен синтезделген нәрсені қазақ тілінде, өз ана тілінде айтып шықтым және оны шығардым. Әрине бұндай жұмыстар мүмкін басқа адамның, кісінің ойына келіп, мүмкін журналда шығарып тастаған шығар. Вот сондай. Содан кейін тағы да бір қызық айтайын. Менің группамда тағы да өте мықты білімді бір қыз болды. Менің универім мүмкін көретін шығар, мүмкін өсек деп бағалайтын шығар достар, бірақ мен оны айтуым керек. Бізде сондай бір күшті қыз болды. 6 ай Америкада оқып, яғни обмен студент, яғни exchanging бағдарламасы бойынша оқып келді. Ол қызда өте білімді. Ол қыздың мысалы сабаққа келген кезде оны тыңдасаң өте қызық нәрселерді айтады тоже. Маған кішкене ұқсайды, бірақ менен де жақсы сөйлейтін сондай бір қыз. Екеуміз тоже кейде сабақта бір сондай нәрселерді талқыладық деген сияқты. Талқылайтынбыз, ойымыз кішкене бір жағынан ұқсас болатын, және ол қызда тоже жанып тұрып, жарқырап тұрып, өзінің заттарын кәдімгідей айтып жасап тастады. Ол да мүмкін Америкада бір мұғалімдерінен естіп білгендерін мүмкін айтқан шығар, сондай тәжірибелерін бөліскен шығар, сондай бәрін жинақтап. Ол тіпті оған да тоже маған сияқты банальный сұрақ қойды, бір түрлі сұрақ. Ол қыз прям қайтсам болады, дипломнан мына жерде жазылып тұр, мен жазып қойғанмын бұл нәрсені, мен артық нәрсе қосып жатқан жоқпын деп солай комиссия мүшесінің алдында солай қалдырды. Сол кезде бәріміз тоже восхищались, былайша айтқанда, сол қызбен, және ол қыз прям күшті деді. Бірақ бір қызығы, ең соңында бағаларымызды білетін кезде менің бағам соңғы айтты, бәрін 95, 97, 96 керемет. Congratulations. Маған келгенде 90. Мен сол кезде үнім өшті. Мен ешқандай мұғалімге сөйлеген жоқпын, амандасқан жоқпын. Сол кезде мүмкін шынымен өзімді тым жоғары қойған шығармын, бірақ мен өзімнің сол комиссия мүше ретінде мұғалімдерімнен мұндай нәрсені күткен жоқпын. Ол бір жағынан менің кафедра меңгерушісі де ол жақта отырған жоқ еді, ол бағаны бірге шешпеген еді, ол кісінің басқа да шаруалары болды. Бірақ ойлаймын, ол кісі болғанда, может, маған айтатын еді: бұл қызды мен баяғыдан білем, дайындалып жүргеннің өзінен ақ бұл өзінің жұмысын не іздеп жатқан, нені дайындап жатқан проектіне жақсы біледі деп мүмкін жол айтатын бет деген сияқты ой болды. Сол себептен ешқашан жарқырап сөйлеудің қажеті жоқ. Білмеймін, біздің әлі де андай барда, қайтсам болады, білім мен бәсекелестік деп айтады, бұрыннан да біздің президентіміз, жалпы біз білімде сондай бәсекелес болуымыз керек. Бірақ шын айтайын, ол бәсекелестік, ол жеке бәсекелестік емес, бұл білім ішіндегі бәсекелестік. Соны түсініп алуымыз керек. Және сіздің алдыңызға келген студент ешқашан сізбен жарыспайды. Керісінше, мен осы мұғаліме көрсетейінші, маған берген білімді мен осылай көрсетіп тұрмын ғой деген сияқты санада келеді. Соны біліп алу керек. Бұндай ситуацияға мен тіпті мектепте де түскен болатынмын. Мектепте де бізде сондай мықты оқушылар оқитын, өзім де сондай мектептен бітірдім. Шыны керек,
жаз басқа бір мұғалімдер келеді, сондай бір оқушыны көрген кезде мынау менімен жарысып жатыр, бұл өзін кім санайды, мен бұдан да күшті білем, ол мені өзімен салыстырмай-ақ қойсын, ол қайда, мен қайда деген сияқты. Ондай қатынас болмау керек. Мектеп мұғалімдеріне де, университет мұғалімдеріне де, репетиторларға да барлығын айтамын. Мүмкін бұл видео атылып кететін де шығар, бірақ шыны керек, біз қоғам тәрбиелеп отырмыз, ал қоғам біліммен бәсекелес болу керек, бірақ жеке емес. Бұл білмеймін, мысалы егерде мен шетелде егерде дәл солай қорғайтын болсам, мүмкін Гарвардта маған 100 қойып беретін еді деп ойлаймын. Сіздер ешқашан осыны біліп алыңыздар, сіздің алдыңызға келіп тұрған студент, ол бір нәрсе шығарғысы келеді, өзінің еліне, мемлекетіне бір нәрсе көрсеткісі келеді. Мысалы мен өзім стипендияда оқыдым, жақсы стипендия алдым педагогика таңдағаннан кейін. Мен келген кезде керемет стипендия болды, менің мемлекетім менің күштілеп қайтсам болады оқуымды төледі, стипендия берді, мені тегін емдетті, страховка жасап берді, барлығын жасап берді. Мен де сондай бір күшті нәрсе қосайын деген кезде осындай нәрселер, осындай бір ғана адам бізге қайтсам болады бір тосқауыл сияқты көрінеді. Одан кейін сіздер ойлайсыздар, неге басқалар шетел асып кетіп жатыр, неге біздің қазақстандықтар өз мемлекетіне көмектеспейді. Өйткені бір қайтсам болады, бір сондай нәрсе бүкіл қарынды шірітеді деген сияқты. Сол нәрседен көңілің қалып қалады да. Мен өзім білімге өте құштар адаммын, және мысал мектепте де сабақ берген кезде бәрі жан-тәніммен бердім. Неге? Өйткені мен де сондай білімді алдым, және де болашақтағы жастар да ол білімді қажет етеді. Сол себепті сол менің посланиям сіздерге. Және менің қателігімді қайталамаңыздар. Және көп адамдар түсіну керек. Мысалы бір адам сізбен жарысып сияқты сөйлеуі мүмкін, бірақ ол адам мүмкін табиғаты шығар, білмейсіз. Мүмкін ол адам солай жеткізген кезде солай ода получится ететін шығар, сіз білмейсіз. Вот осы нәрселерді айтқым келеді. Сау болыңыздар.